Dostlar, Барс базарында жүрміз. Арзан қатарға кірдік. Арзан қатардағы көліктер түсетін боламыз. Сонымен алдымызда Nissan Maxima 95 жылғы механика. Мотор көлемі қанша? 2 екен. Мотор көлемі 2. 1 миллион 750 мың теңге. Телефон номер алдарыңызда. Көліктің түрі осындай. Жасыл түсте. Арт жағынан бір сөз жүрек. Осындай бағада хабарласып білсеңіздер болады. Төбесінде люгі бар екен да еще. Все жақсы бауырым. Косметика ғой, в общем, косметика да. Алдымызда Mitsubishi Galant сұр түсте. 94 жылғы моторын көлемі 2 автомат. Velour. Телефон номер алдарыңызда. 2 миллион 200 мың теңге деп сұрап тұр екен. Коробка автомат екен. Артқы көрініс осындай. Келесі көлігіміз Lada 14. 2013 жылғы 1 миллион 600 деп тұр. Телефон номері алдарыңызда. Көліктің түрі осындай. Жағдайы осындай. Алдымызда тағы да бір Mitsubishi Galant жасыл түсте. 95 жылғы екен, моторын көлемі 2, автомат екен, 2 миллион деп тұр, саудасы бар дейді. Телефон номер алдарыңызда. Титан дискіде. Ішкі салон осындай, Velour. Артқы көрініс осындай. Хабарласыңыздар. Volkswagen Passat. Артқы көрініс осындай. Үстінде люгі бар екен. Қималы диск. Көліктің ішін көретін болсақ. Velour, механика екен. Алдың көрініс осындай, достар. 95 жылғы екен. Бағасы 1 миллион 480 мың дейді. Телефон номер экрандарыңызда. Хабарласып сөйлессеңіздер болады. Сонымен қызыл түстегі Mazda 323 Kronos автомат екен. 1.5 мотор көлемі 1 миллион 850 дейді. Ішкі көрініс осындай. Velour автомат. Арт жағынан көрініс осындай алыстан. Звондап хабарлассаңыздар болады. Toyota Carina E дейді. 94 жылғы 1 миллион 880. Телефон номер алдыңызда. Темір дискіде қалпақ кеңіс қойған. Механика екен. Салон Velour. Артқы көрініс осы, багажингі ашық тұр екен. Түсіруге болмайды дейді, енді хабарласып жатарсыздар. Неге түсіруге болмайтынын сұрайсыздар. Келесі көлігіміз Volkswagen Passat Universal. Төбесінде рейлингі бар, люгі бар екен. Негізі жағдайы жақсы екен. 1 миллион 650 дейді. 1.8 Monoxpress 93 механика. Салон Arriva деп тұр. Телефон номер алдарыңызда. Арт жағынан көретін болсақ. Көліктің жағдайы негізі жақсы. Сөйлесіп көрсеңіздер болады. Сонымен алдымызда Toyota Carina E көлігі
2 ekan. Motorning ko'lami 2. Mexanika ekan. Ko'rinish aldından qaraganda osындай. Сонымен kep o'qiyq, бағасы qanday. Срочно продам дейді 94-жылғы. Один хозяин. Өзінің заводтың бояуында, завод бояуында, ходовый как новая, масло не расходует. В хорошем состоянии. 3 миллион 150 екен. Телефон номерін тастамапты, қалдырмапты. Алдымызда Жигули Лада 2107. Көрініс осындай. 550 мың теңге деп тұр. 2000 жыл екен. Телефон номері алдарыңызда. Біреуге пайдасы тиіп қалар ма деп түсіріп жатырмыз. Мүмкін біреу іздеп жүрген болар осындай бағада көліктерді. Қараңыздар, көріңіздер, хабарласыңыздар. Келесі көлігіміз Toyota Previa. Көгілдір түсте. 94 жылғы 2.4 моторның көлемі. Механика екен. 2 миллион 250 мың теңге дейді. Экранда 2 номер тұр телефон. Осыған хабарлассаңыздар да болады. Көлік жабық. 7 орындық машине. Төбесінде мынандай рейлингі бар екен. Титан дискіде. Артында парковы бар. Көлік ұнаватса хабарласыңыздар достар. Сонымен достар, алдымызда Audi 80 өзінің бояуында дейді. Бағасы 1 миллион 990 мың дейді. Телефон номер алдарыңызда, экранда. Көріп хабарлассаңыздар болады. Салоны тап-таза, механика екен. Көрініс осындай. Так, достар, алдымызда Lada Granta 2012 жылға 2 миллионға берем дейді. Иесі ақ түсте. Телефон номер алдарыңызда 8747 341 2983 дейді. Осыған хабарлассаңыздар болады. Механика жағдай осындай. Гранта іздеп жүргендерге жақсы машине. Артқы көрініс осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Nissan Maxima. Мотор көлемі 3. Жасыл түсте. Коробка автомат. Салон велюр екен. Титан дискіде. Көрініс осындай. Максима іздеп жүргендерге хабарлассаңыздар болады екен. Сонымен алдымызда Lada Kalina екен. Kalina іздеп жүрген кісілер болса, кондер бар екен. Автомат 701 681 95 75 2013 жылғы люкс екен. Автомат 2 миллион 900 деп тұр бағасы. Осындай көліктерде бар екен алдымызда. Хабарлассаңыздар болады. Toyota Estima алдымызда 2007 жылғы екен. 2008 екен. Автомат 2.4 мотор көлемі 7 миллион 500 дейді. Телефон номер алдарыңызда. Бұл көлік таза 7 орындық. Дискіде велюр салон. Руль оң жағында. Типтроник бәрі бар. Асыл капитанский ғой, орындықтар. Капитанский орындықтар ортасында. Машина таза жылтырап тұр. Ева поликтар.
арт жағынан көрінетін көрініс осындай. Хабарлассаңыздар болады. Осымен достар, бүгінгі Авторынок Алматы Барыстағы видео түсірілім, видео обзор осындай болды. Көліктер көп. Бұның бәрін түсіреміз десек, уақыт жетпейді. Өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, қандай көлік ұнайды, сол жайлы жазып кетсеңіздер. Ал біз сіздер үшін әртүрлі көліктер түсіретін боламыз. Ал бауырлар, достар, келесі кездескенше аман сау болайық.